Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қолжетімді заттардан жасалатын түріктердің яглама деп аталатын тағамын дайындаймыз. Ол үшін таза құрғақ ыдысымызға 2 стакан ұнымызды салып аламыз. Оның үстінен 1 шай қасық тұз, 1-2 ас қасық сұйық майды қосамыз және де 1 стакан суымызды толтырмай қосып алып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырды 10-15 минутқа осылай пакетке салып, жылы жерге қалдырамыз. Одан соң пакетімізден ашып, біраз демалған соң қамырымызды 8-10 бөлікке бөліп аламыз. Табаңыздың диаметріне қарай үлкен кіші етіп алсаңыздар болады. Мен 8 бөлікке бөліп алдым. Барлығын домалақ етіп дайындап аламыз. Және де оқтаудың көмегімен ұн себе отыра жұп-жұқа етіп жайып шығамыз. Қолдан кәдімгі лаваш дайындайтын боламыз. Жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Оқтаудың көмегімен ұн себе отыра осылай жайып аламыз. Және де қамырларымыз әдемі, барлығының көлемі біркелкі болу үшін осылай табанның қақпағымен немесе тәрелкенің көмегімен бірдей етіп кесіп алып пісіріңіздер. Сол кезде тағамдарыңыз әдемі болып шығады. Қалған қамырын жинап, тағы да бір қамыр етіп жайып пісірсеңіз болады. Артық жерлерін барлығын қырқып тастаймыз пышақтың көмегімен. Осымен қамырымыз дайын. Барлық қамырларымызды осылай жұқа етіп жайып шығамыз. Видеоның толық рецебін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп отыруды да ұмытпаңыз. Барлық қамырларымызды кесіп аламыз осылай дайындап. Енді табамызды газге қойып, астын орташа отқа қойып қыздырып аламыз. Және де қамырымызды салып, газдың астын баяулатып пісіретін боламыз. Екі жағын ауната отыра осылай қызартып пісіріп аламыз. Қатты қызарудың қажеті жоқ. Осылай кішкене көтеріліп, екі беті қызарса, жеткілікті кәдімгі лаваш сияқты болып пісіп шығады. Осылай ісініп, әдемі болып пісті. Барлық лаваштарымызды осылай екі бетін ауыстыра отырып, баяулатып 2 минут аралығында пісіреміз. Және піскен лаваштарымызды тәрелкеге салып, бетінен піскен бойда суымызды бүркіп, шашықпен жауып қоямыз. Сол кезде жұмсақ болып тұрады. Енді салмасын дайындауға кірісейік. Ол үшін бір пиязымызды алып, ұсақтап турап алатын боламыз. Мейлінше ұсақтап турасаңыздар өте әдемі көрінеді. Одан кейін бір дана сарымсағымызды алып, оны да ұсақтап тураймыз. Не болмаса күштен өткізсеңіздер болады. Келесі кезекте 2-3 дана тәтті болгар бұрышын қосып жіберсеңіздер болады. Өте дәмді, ерекше дәм береді. Оны да кубиктап, ұсақтап турап алатын боламыз. Дәл осы кезде үйіңізде қызанақ болса, оны да кубиктап етіп турап қосып жіберсеңіз болады. Қоспай, оның орнына томат қолдануға да болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Енді тауықтың төс етін аламыз және оны да ұсақтап турап аламыз. Мен ұсақтап турадым. Сіздер қалауларыңыз бойынша ет тартқыштың көмегімен өткізіп алсаңыздар, өте әдемі болып шығады. Осылай турап та жасай беруге болады. Немесе негізі бұл тағамды сиыр етімен дайындайды. Сізге қалай ыңғайлы? Мен сиыр етімен де, тауық етімен де дайындап көрдім. Екеуімен де керемет шығады. Сіз өз қалауыңыз бойынша дайындап көріңіздер. Сиыр етінен қолданатын болсаңыз, міндетті түрде тартылған етті қолданасыздар. Осы тауықтың орнына пайдаланасыздар. Енді табамызды алып, үстінен сұйық майымызды құйып, майымызды қыздырып алып, үстінен тауық еттерін саламыз да жақсылап қызартып қуырып алатын боламыз. Тауық еті тез пісетін болғандықтан астын орташа отқа қойып, жақсылап қуырып алыңыздар. Одан соң татымына қарай тұз, бұрыш және паприка қостым. Тағы да жақсылап араластырамыз. Достар, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, видеоның астында тұрған подписаться кнопкасын басып, арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Жақсылап қызартып қуырып алғаннан соң, үстінен жаңағы туралған пияз, сарымсағымызды қосып, тағы да қызартып қуырып аламыз. Қызанақ пайдалансаңыз, томат қосудың қажеті жоқ. Осындай кисло-сладкий соус қостым, немесе томат пайдалансаңыздар да болады.
соусымызды қосып тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл қызарып әдемі рең беру үшін пайдаланады. Одан кейін тәтті бұрышымызды қосып тағы да жақсылап араластырамыз. Орегано шөптерін қосып жібердім кішкене. Тағы да жақсылап араластырып, үстінен кішкене суымызды құйып, бетін жауып, оттың астына жай қойып, бұқтырып қоямыз. 30 минут шамасында біздің тағамымыз дайын болады. Бұрқ еткізіп қайнатып алыңыздар да астын баяулатып қойып, бетін жауып 30 минутқа қалдырыңыз. Мінекей біздің тағамымыз дайын. Енді жаңағы пісірген лаваштарымызды аламыз біртіндеп. Салмамызды 1-2 ас қасықтан салып, барлық жеріне жеткізіп жағып шығамыз. Тартылған ет қолдансаңыздар, осылай жағылуы тез болады. Барлық жеріне жеткізіп, жағуға тырысыңыздар. Майын құйып, сол кезде май сіңіп, жұмсарып, өте керемет болып шығады. Бұл тағам барлығына ұнайтыны сөзсіз, дәмі ерекше, бір жасасаңыз қайта-қайта жей бергіңіз келеді. Мінекей барлығын осылай жағып алдық. Енді келесі лавашымызды салып, 8-9 слой етіп, кезектестіріп, осылай таусылғанша жағып шығатын боламыз. Достар, Қазақ фуд блогының дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдырып, арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Подписаться кнопкасының қасындағы колокольчикті басып, все дегенді таңдап қойыңыз. Сол кезде жаңа видео шыққанда сізге хабарлама баратын болады. Достарыңызбен бөлісе отыруды ұмытпаңыз. Комментарияға кез келген смайлик қалдырып кетсеңіздер болады. Дәл осылай барлығын ең соңғы слойына дейін жағып дайындап аламыз. Әсемдік үшін бетіне көк пияз немесе осылай укроп сепсеңіздер болады. Сол кезде әдемі болып көрінеді. Ыстықтай ұсынып, ыстықтай кесіп жей беруге болады. Өте дәмді, ерекше кешкі ас оңай жасалады, қол жетімді заттардан дайындалады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіз бұл тағамды естуіңіз бар ма? Жасап көргенсіз бе? Комментарияға өз ойыңызды білдіре кетіңіздер. Және де осы видеода мен өз Instagram аккаунтымды белгілеп кеттім. Осы Instagram аккаунтыма тіркеліп алыңыздар. Ол жерде де 1 минуттық өте керемет YouTube'да жоқ видеоларды таба аласыздар. Сондықтан тіркеліп қойды ұмытпаңыз. Кескен кезде жұмсақ болып шыққан, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Маған өте қатты ұнайтын ас, біздің отбасымыздың сүйікті асы десем де болады. Осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер, Инстаграмға фото отчет жіберуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина. Келесі видеода кездескенше.